Сәлем достар, бұл таңдау жолы подкасты. Бүгін біз армандар, жаңа әдеттер, білім жүйесі туралы талқылаймыз, сұхбат ретінде талқылаймыз. Ендеше бүгін біздің алғашқы қонағымыз Анель. Өзіңізді көрермендерге таныстырып қойсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Анель. Мен қазір жұмыс жасаймын мектепте. Шақырғандарыңызға рахмет. Ендеше Анель, сізге арнайы 3 сұрақ дайындап қойдық. Бірінші сұрақ: сізде армандайтын қалаңыз бар ма? Бар болса, дәл сол неге екенін жауап берсеңіз. Армандайтын қалам ол Рио-де-Жанейро. Неге деп айтатын болсақ, себебі ол жердегі атмосфера, ол жердегі адамдар, жануарлар, тау, теңіз, оның барлығы адамға шабыт береді. Өздеріңіз көргендей, әртүрлі фильмдер бар, мультфильмдер бар. Сол арқылы мен өзім көру арқылы энергия аламын. Қандай тамаша, шынымен шабыт беретін қала деп ойлаймын. Ендеше екінші сұраққа көшейік, көрермендер. Сізге арналған екінші сұрақ, ол ең соңғы уақытта сізде жаңа әдет пайда болды ма? Қандай пайда көрдіңіз осы әдеттен? Соңғы әдетім ол рефлексия. Мысалға алатын болсақ, күніне мен жаман айтарлық эмоционалды тұрғыда ойлар болсын, оларды мен өзіме дәптер арқылы жазып шығу. Ол не үшін? Себебі адам күні бойы әртүрлі эмоционалдық тұрғыда эмоциялар позитивті болсын, негативті болсын, оларды сезінеді. Ал рефлексия арқылы мен оны не нығайтамын, не кішкене өзіме бір әлсіз болған кезде өзіме сол айтқандай энергия бере аламын. Эмоциямен, яғни жұмыс істеуге. Қандай керемет. Күшті екен шынымен. Өзіңізге көрермендер түртіп қояйық. Үшінші сұрақ, ол болса білім жүйе саласында, яғни қазіргі білім жүйе форматында сіз қандай маңызды өзгеріс енгізетін едіңіз? Бұл қайтадан психологияға қатысты. Ол эмоционалдық интеллектті балаларға сабақ ретінде түсіндіру. Қазір енді өзін-өзі тану жоқ мектептерде. Ол үшін эмоционалдық интеллект не үшін керек? Ол өзін-өзін ғана тану емес, ол эмоцияларынды түсіну, басқа адамдармен қарым-қатынасты нығайту, оқушылармен болсын, ата-аналармен болсын, өзінің қарым-қатынасын жақсарту, және ол сабаққа ғана емес, ол қасындағы басқа сфераларға қатты тығыз болып келеді. Мысалға алатын болсақ, жұмыс болашақтағы немесе қазіргі айтады ғой, организациялар бар. Сол бүкіл сабақ кезіндегі сабақтан тыс уақыттарға керек деп ойлаймын. Арнайы, яғни оқушыларға арнайы жақсы бір бағдарлама дейсіз. Иә, бағдарлама. Шынымен күшті екен, оқушыларға шынымен ол керек болуы мүмкін. Сізге көп рахмет, Анель, бүгін келгеніңіз үшін, алғашқы қонақ ретінде. Достар, ұнаса болса тіркеліңіздер. Бізде осындай әр күн сайын подкаст бола берсін. Тіркеліңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Егер ұнаса, біз жастарға арналған тағы маңызды тақырыптарға талқылаймыз. Бәріңіздеріңізге сау болыңыздар.